Бір ауылда Бекзат есімді жігіт өмір сүретін. Жас шамасы 22-де. Өзі сымбатты қыз 40-ның артынан жалтақтап жүретін жүрдек жігіт. Бірақ әзірге үйленбеген. Ел ішіндегі сөзге қарасаң, Бекзаттың ұятсыздаулау мінезі бар. Көрінген қызға көз салып, әзілдей қырындап жүретіні ауылда біраз әңгіме болып үлгерген. Бірақ Бекзат оған онша мән бермейтін. Бір күні алыстан ағасы Нұрлан келіншегімен ауылға көшіп келді. Қалада бірнеше жыл тұрып, жұмыс бабымен ауылға оралған еді. Нұрлан салмақты, бір тоға азамат, ауылда абыройлы. Ал жеңгесі Айсұлу өзінен 1-2 жас үлкен ғана, қалада өскен, сұлу, ашық мінезді, көп нәрсеге тозырқамайтын келіншек. Бекзат алғаш көргеннен ақ жеңгесін ішінен мәссаған, қандай әдемі деп бағалап үлгерді. Бірақ бұл ойын ешкімге білдірмеді. Бастапқыда бір күні үйде жеңілтектеу әзіл айтып қалды. Жеңеше, ауылда сіздей әдемі әйел жоқ қой, келіндердің төресі екенсіз. Айсұлу күлді де қойды. Бірақ Бекзат енді күнде бір сылтаумен жеңге жаққа келгіштеп көмектескен болып, жай сұрақ қойған болып жүре берді. Жеңеше, пеш жағып берем бе? Жеңеше, ет шабуға көмектесейін бе? Жеңеше, сіз қалада жүргенде киноға жиі баратын ба едіңіз? Кейде көзін сатып қарап, кейде жеңгесі кір жуып жатса да айналсоқтап шығатын болған. Айсұлу бастапқыда көңіл бөлмегенмен, соңғы кезде шектен шыға бастаған Бекзаттың ниетін сезіп, Нұрланға білдірмей, іштей күдіктене бастады. Бірақ бір күні бәрі ашылып қалды. Бекзат жеңгесі үйде жалғыз отырған сәтте есіктен бас сұғып: «Жеңеше, шай ішіп отыр екенсіз ғой, мен де қосыла кетсем қалай болады?» деді. Айсұлу мұздай қарап: «Бекзат, сен мына жүрсіңмен ұятқа қаларсың. Қой бұл қылығыңды. Ертең ағам білсе, не боларын білесің бе өзі?» деді. Бекзат болса: «Қойыңызшы, жеңеше. Нұрекең түсінбейді, сізге лайық емеспін бе?» деп салды. Сол сәтте сырттан гүрс етіп есік ашылып, Нұрлан кіріп келді. Қолында бір бума шөп, екі көзі алая қарап тұр. Естіп қойған бәрін. «Сен не деп тұрсың, Бекзат? Мынауың не сұмдық?» Бекзат сасып қалды. «Аға, мен әзіл еді ғой». «Әзіл дейді. Жеңгеңе қырындап жүргеніңе біраз болды. Енді мына сөзіңе қарасам, сен шынымен де шектен шығыпсың». Нұрлан ештеңе айтпастан белдігін шешіп алды. «Кезіндегі ағалық тәрбиесімен, атана жоқта сенің жөн-жосығыңды мен айтып беруім керек», деді де Бекзатты үй сыртындағы қамыстың арасына ертіп апарып, есіне кіретіндей етіп сабап шықты. Ауыл балалары шеттен сығалап, Бекзаттың жеңге үшін таяқ жегенін ертеңіне бүкіл ауылға айтып үлгерді. Содан кейін Бекзат ауылда біраз уақыт көзге түспей жүрді. Көшеде кәрі кемпірлердің өзі: «Әй, жеңгесіне ғашық болған жігіт келе жатыр» деп сыртынан күліп отыратын болды. Ал Нұрлан болса інісін кешірді, бірақ: «Тағы да сондай қылығыңды көрсем, ауылдан қуып жіберем» деп нақты ескертіп қойды. Осыдан кейін Бекзат біразға дейін қыз атаулыға қырындай алмай қалды. Әзілдің де, көз салудың да орны болатынын сол күні анық түсінді. Ауыл ішінде таяқ жегеннен кейін біраз уақыт ел көзіне түспей кеткен Бекзат 1,5 айдан соң қайтадан сері жүрісіне оралды. Бірақ бұл жолы бір таяқпен адам түзелмейді деген мәтел рас екені дәлелденгендей. Жеңгеге қайта қырындамас па екен дейтін ауылдың балалары күліп: «Жоға, ол бір-ақ рет таяқ жегенде ақ түзелді ғой» дейтін екіншісі. Алайда бір күні кешкі уақытта Бекзат қора жақтан келе жатып, терезе алдында гүл суғарып тұрған Айсұлуды көреді. Ай жарығы жеңгенің шашына түсіп, көйлегі ақырын желмен тербеліп тұр. Бір түрлі әсерлі көрініс. Бекзаттың бойында баяғы шерлі шабыт қайта ояна кетті. «Қап, мына ару қалада емес, менің үйімде тұрғаны обал болды-ау» деді ішінен. Бірақ бұл жолы ол ақылмен әрекет етпек. Тікелей сөзбен емес, поэзиямен қырындамақ болды. Бірінші күні терезенің алдына белгісіз жерден ақ параққа жазылған өлең тастап кетті. «Терезеңде тұрдың үнсіз, су құйдың. Жаным сені жыр қылардай шу болып. Ағам сені сүйгенменен менде адам. Сезімге де жүрек емеу бола ма, тоқ?» Айсұлу бұл жазбаны көріп таңғалып қалды. Ішінен: «Қап, тағы да Бекзат» деп кіжінді.
Сол күні кешке Нұрлан үйге келіп дастархан басында отырғанда Айсұлу: «Біреу өлең жазыпты терезенің алдына», деді жай ғана. Нұрлан бірден сезіктеніп: «Жазуы қалай? Ұсақ па? Бүкпе ме?» деп сұрай бастады. «Жазуы тура бір таныс сияқты», деді де қойды. Ал Бекзат болса келесі күні үй сыртындағы ағашқа жүрек формасында екі алма іліп ортасына «А» деп жазып кетті. Бұл жолы жұрт емес, үйдегі 4 жасар балақай көріп қойып таңертең: «Әкеге, анау алмада сенің атың тұр», деп үйді басына көтерді. Нұрлан дереу шықты. «Көріп тұр. Алманы жүректі «А». Осы сәтте беті қызарып, қасында ұялып тұрған Бекзатты алыстан көріп қалды. Ештеңе айтпай ішке кіріп кетті. Кешке жақын: «Бекзат, кел бері», деді. Бекзат жүрегі дүрсілдеп келді. «Таяқ тағыма?» «Жоқ, бұл жолы басқа». «Қарағым, сен ақын болғың келеме, әлде жетім болғың келеме?» деді ағасы жымиып. «Аға, мен енді бұл жолы шын сезім ғой». «Шын сезіміңді ауылдан 20 шақырым алыста білдір. Бұл үйдің жеңгесі бар, әдебі бар», деп орнынан тұрды да: «Алмаңды алып жүрегімен қосып өзің жей бер», деп есікті нұсқады. Сол түні бүкіл ауыл тағы да шулады. Бекзат қайта жеңгесіне өлеңмен қырындапты. «Жоқ, бұл жолы суретпен. Бәлкім келесі жолы ән арнайтын шығар. Ауылдың үлкендері болса, бұрын біреудің жеңгесіне қол салған бала болмаған еді, мына Бекзат тарихқа кірді», деп күрсініп отыратын болды. Ал Бекзат болса ойланып қалды. «Мен не істеп жүрмін өзі? Махаббат па, ессіздік пе? Әлде ауыл ішіндегі өмірдің ішпей жемей шығатын романтикасы ма?» Бірақ бәріне қарамастан ол бір нәрсені анық түсінді. Бұдан былай: жеңге жекенің малы. Жақындасаң ағадан жазаны тағы жейсің. Бекзат жеңге оқиғасынан кейін ауылда мүлде тыныш жүре алмады. Үлкені де, кішісі де жеңгесінің дастаны жайлы сөз қозғаса, беті ду ете қалатын болды. Ең сорақысы, ауылдас балалардың арасында жаңа бір лақап тарады: Жеңгебек. Базарда жүргенде бір кемпір артына бұрылып: «Әй, анау жеңге жырлаған ақын бала емес пе?» деп сыбырлағанда, Бекзат тұра қашып, ауылдың шетіне жетіп барып, топыраққа отырып алып, маңдайын уқалады. «Болды, мен бұл ауылда өмір сүре алмаймын. Өзімді табу үшін кетуім керек», деді өзіне өзі. Сөйтіп бір күнде сөмкесіне киімін, дәптерін, ескі гитарасын салып, Алматыға қарай жол тартты. Бекзат үшін Алматы алғашқыда еркіндік, мүмкіндік, әрі жеңгеден алыстау деген үміт болды. Алматының шулы аялдамалары, жарық көшелері, көлік сигналдары мен түрлі халықтың бет әлпеті оны бірден баурап алды. Ауылдағы үнсіз кештер мен әжелердің сыбырын артта қалдырғандай болды. Алматыға келген бетте студенттер жатақханасына ұқсас бір хостелге орналасты. Қасында өнер колледжінде оқитын, ақ көйлекпен жүретін Айша есімді бойжеткен тұратын. Жайдары мінезді, қара көзді, қола шашты қыз еді. Бірде дәлізде Айша оған: «Аға, сіз ауылдан келген сияқтысыз ғой», деп жымиды. «Иә, ауылдан бір поэтикалық таяқпен келген шығармын», деді Бекзат. Айша күлді. «Қызық екенсіз. Не істейсіз мұнда?» «Өмірден өзімді іздеймін. Және махаббаттан шындық күтем. Бұл жолы жеңге емес, теңге болсын», деп. Айша сол сәттен бастап Бекзатқа жиі жолығатын болды. Бекзат оның жанынан бір жылылық, бір ерекше тартымдылық сезінді. Бұрынғыдай еркектік жаулау мінезбен емес, енді ішкі рухымен, сабырмен баурай бастады. Айша өнер колледжінде ән айтатын. Бір күні кешке жақын жатақхана ішінде концерт ұйымдастырып, өзі сахнаға шықты. Ал Бекзат оған арнап бір өлең жазып қойған еді. «Сен жеңге емессің, сен өзіңсің. Саған қарап алғаш үнсіз күлімдедім. Жүрегім жыр емес, енді сенің жаныңда. Тыныштық, таза бір үміт, сенім дерім». Айша өлеңді оқығанда үнсіз жымиды. «Бұл жолы жеңіл сезім емес сияқты», деді. «Жеңіл болса, мен баяғыда ауылда қалатын едім», деді Бекзат. Бекзат пен Айша жиі кездесіп, бірге кофе ішіп, кітап дүкендерін аралап, ескі кинотеатрлардан ескі қазақ фильмдерін тамашалады. Қаланың шетінде орналасқан Алатау театрына барып, Айша алғаш рет сахнаға шыққан кезде Бекзат алдыңғы қатардан қарап отырды.
Бұл мен сүйген әйел. Бұл менің өткенімді жуып, болашағыма сенім сыйлаған адам, деді ішінен. Арада 1 жыл өткенде Бекзат қолына дипломын алып, Айшамен бірге ауылға оралды. Бұл жолы ешкім оған күле қараған жоқ. Киім киісі өзгерген, түрі жинақталған, салмақты, сөзі орнықты Бекзат бұрынғы жеңгеге өлең арнаған ақымақ емес, енді өз орнын тапқан азамат еді. Ағайын туыстар бас шайқап, мына бала адам болып келіпті десті. Ал Нұрлан ағасы есік алдында қарсы алып, айттым ғой, бір таяқты адам етпейді. Бірақ өмір сабағы ең ауыр таяқ екен деп күліп құшағына алды. Айсұлу жеңге болса Айшаны көріп, нағыз өз теңің осы екен, Бекзат, енді ақындығыңды соған арна деп батасын берді. Кейін ауыл мектебінде махаббат пен тәрбие тақырыбында өткен бір әдеби кеште Бекзат өзінің ең танымал өлеңін оқыды. Ол өлеңнің атауы жеңгеге жазған ең соңғы хат еді. Кешір, жеңеше, мен балалық қылдым. Жүрек пен ойды шатастырыппын. Сен менің ұятым, сен менің сабағым. Сезімге емес, санаға бағыныппын. Халық орнынан тұрып қол соқты. Бірақ бәрі бір нәрсені білді. Бекзат жеңге арқылы емес, өмір арқылы өсті.